Кешар, қадірлі көрермен, эфирде уәде жобасы. Биыл ауыл партиясы парламент сайлауында электораттың 10,90% дауысына ие болып, саяси додада екінші орын алды. Солай партия 21 жылдық тарихында алғаш рет мәжілістен 8 мандатқа қол жеткізді. Бүгін біздің қонағымыз ауыл партиясының төрағасы, жаңадан сайланған төрағасы Серік Егізбаев. Қош келдіңіз, Серік мырза. Рахмет, қайырлы кеш. 21 жылда тарихта алғаш рет өттіңіздер, 8 мандат. Неге 21 жыл бойы ауыл партиясы мәжіліске өте алмаған? Неге? Қызық сұрақ. Оны біздер де өзімізге партия ретінде қоямыз. Анализ жасадық. Біздер енді бар өткен электоралдық компанияларға, науқандарға деп айтқан дұрыс болатын болар, белсенді араласып жүрді. Сайлау кезінде ғана? Жоқ. Жалпы былай, оған жалпы ағымдағы саяси жұмысқа да белсенді араласып жүрді партия. Оған дәлел партия 2003 жылы тіркелген ресми түрде. Ол түсінікті. 20 жылдан асты деп өздеріңіз айтып жатсыңдар. Сол 20 жылда енді ол тек қана сайлаумен шектелмейді ғой. Халықтың арасындағы атқарылған жұмыстармен мүмкін ондай қатты белсенділік, мүмкіндік те болмаған болар. Дегенмен партия өзінің орын тауып жұмысын атқарып жүрді осы жылдары. Осы соңғы 7-8 жылда екі үлкен президенттік сайлау науқандары болды. Оған біздер партияның атынан өзіміздің үміткерлерімізді ұсынып, оны елдің бәрі біледі. Парламенттік сайлауларға белсенді араласып жүрді партия. Енді оған риторикалық сұрақ деп айтуға болатын болар. Неге өте алмағанымызды енді оны қалай айтамыз қазір? Ол факт, өтпедік. Дегенмен міне 20 бір мысалы әр сайлау сайын анализ жасалады ғой, себеп неге өтпеді деген сияқты да. Және осы жылы енді 21 жыл қажет болды ма сонда мәжіліске өту үшін? Енді солай болып тұр ғой. Енді қазір ешкімді күнәламай, оны тек қана өзімізден көруіміз керек. Қазір өткендеріңізге жалпы таң қалмадыңыздар ма, жоқ әлде таң қалмадық? Норм қабылдадыңыздар? Ол норм қабылдадық, ол жоспарлы, ол негізінде болатындай жағдай деп қабылдадық. Дегенмен өткен сайлауларда өте алмағанымызды енді өзімізден көруіміз керек. Мүмкін жұмыс өзінің тиісті белсенді деңгейінде өтпеген болар, соның ішінде үгіт насихат жұмыстар, мүмкін партияның лидерлары көбірек халықтың арасына шығып, ортасында жүріп, партияны фронтмен дейді ғой, сондай лидерларын дайындап, халыққа, аймақтарға шығып, мүмкін жұмысты белсендірек істеген жағдайда ол кезде өтетін болар. Енді оны өткен жағдай, қазір енді өттік, біздер оны таңғарлық жағдайлар деп қабылдап жатқан жоқпыз. Ол жоспарлы, ол негізінде болатындай жағдай, ол болды деп солай қабылдап отырмыз. Түсінікті. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы деп аталады. Осы жерде мен қызық болғаным маған демократиялық патриоттық дегенді қалай түсіне аламыз? Теориялық және практикалық тұрғыдан. Демократиялық патриоттық дегенді. Оның егерде партияның тарихын көрсеңіздер, біздер кезінде ана патриот партиялар болды ғой біздің елімізде. Ауыл партиясы болды. Олар біріккенде, енді атауларын біріктіріп жіберген ғой. Ол жерде былай құндылықтары бірікпей? Басқа бір мағына іздегендей дұрыс болмайтын болар. Екі партия кезінде қосылғанда екі атауларын қосып жіберген ғой. Біздер оны қазір онда біздер өзімізде ойластырып жүрміз. Біздің ойымызда мүмкін партияның ребрендингін істейміз ба, келесі съездерде делегаттардың алдына осы мәселе қылып шығарамыз ба деген ойымыз бар. Сіздің сұрағыңыздың да жаны бар. Демократиялық, патриоттық деген мүмкін қазіргі таңда. Яғни құндылыққа сәйкес емес, бұл сонда жай сөз ретінде қалдырмаса. Ол тек сөз ретінде, тіркес ретінде. Сәйкесінше 21 жыл бойы өтпегенде соның себебі шығар. Мүмкін де солай да болар. Сіз енді төрағалыққа жақында келдіңіз. Қазанда келдіңіз. Әли Бектаев мырза не үшін төрағалықты тапсырды? Әли Әбдікәрімұлы 8 жыл партияны басқарды. Енді өзіңіз білесіз, ол Сенатта аграрлық мәселе жөніндегі комитеттің төрағасы, Сенат қабырғасында көптеген жұмыстарды атқарып жүр. Партияның енді бір қиын, оңай емес жылдары кезеңде басқарды деп айтуға болады.
қазір енді парламентқа өткеннен кейін заңға байланысты бюджеттен де көмек болады партияларға, басқа да. О жылдары тек қана өзінің тірлігімен ол партияны алып жүруге мәжбүр болып жүрді партияның басшылығы. Тек қана бір төраға емес, енді жалпында орынбасарлар да бар. Мүмкін ол да бір себеп болған болар. Дегенмен біздер өзіміз съезде, сол өткен съезде Али Абдикаримовичпен осы мәселені талқылағанда, ол өзінің саясаткер ол елдегі танымал. Ол өзінің сондай бір саясаткерлігін көрсеткен болу керек деп ойлаймын. Партияны 8 жыл басқарып, бірнеше саяси науқандардан өткізіп, тарихта парламентқа жеткізіп, ең жоғарғы қазіргі таңда деңгейіне жеткізіп, уақытында кетіп қалған дұрыс болар деген шешіммен кеткен болар деп ойлаймын. 7 жылда кетпегені қызық екен. Сіз Әли Бектаевтың саясатын әрі қарай жалғастырасыз ба, әлде партияға жаңа айтып отырсыз, мысалы ребрендинг деп айтып отырсыз, партияда құндылықтарға байланысты өзгерістер жасауымыз мүмкін деп. Яғни сөзіңізден байқасам, партияда толыққанды реформа болады ма? Али Бектаевтың саясаты деп мүмкін Әлекең өзі де ондай немен келіспес. Партия деген енді ол саяси күш. Бірақ енді ұжымдық басқару бар. Әрине ол төрағаның, лидерінің өзінің көзқарасы, өзінің саясатқа көзқарасы болады. Дегенмен ол тек қана біздің партияда емес, әртүрлі партияда, енді жоғарғы ең деңгейде ол съезд, жаңа саяси кеңестер бар, президиум, ол бәрі ұжымдық шешіммен қабылданады. Дегенмен мүмкін дұрыс та болар, енді бірінші басшы болғасын. Біздер съезде де талқыладық. Біздер саясатты ауылға жақындайсыздар ма? Біздер ауылға жақындағанда әзіл ретінде қабылдайында, біздер ауылдың ішінен шыққан партия деп есептейміз өзімізді. Және де ол солай да. Неге сүйеніп айтып отырсыз? Егер сіздердің 8 депутатты қарасақ, ішінде бір 2-3 ғана ауыл шаруашылығына қатысы бар. Тіпті соның біреуі ғана қателеспесем, ауыл шаруашылығында жұмыс істеген азамат. Кәдімгідей ауылда сондай жұмыстар істеген. Қалғанның көбісі бір ауыл шаруашылығына аса қатты қатысы жоқ. Сондықтан қалай біз неге сүйеніп айта аламыз ауылдан шыққан партияда? Мен сізге түсіндіріп берейін. Біздер ауыл партиясы дегенде біздер тек қана жаңағы ауылдағы агроөнеркәсіп кешенінде жұмыс істеп жүрген қызметкерлерін, саяси соның ішінде мүдделерін қорғайтын партия емеспіз. Біздер жалпы ауылды әлеуметтік топ, әлеуметтік әлем ретінде көреміз да, оның ішінде мұғалімдеріміз де бар, дәрігерлеріміз де бар, өздерінің жаңағы үй шаруашылығымен алып жүргенде бар. Ол тек қана ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін адамдарға бағытталған партия емес. Бірақ енді дәрігерлер немесе мұғалімдер жоқ қой, депутаттар өткен? Жоқ, ол депутаттар жоқ. Біздерде сайлау алдындағы партия өзінің тізімін бекіткенде 25 адам съезд бекітті, оның 8-і қазір мандатқа ие болып отыр. Енді білесіз. Мына жерде қазір айтып өтсек, үміткер тізімдерде бізде мұғалімдер де бар. Қарақат Әбден қалай партияға келгенін түсінсіз? Мысалға, маркетинг және коммерция маманы кезінде қателеспесем, Жигули Дайрабаевпен бірге президенттік кандидат болды ғой деймін. Сосын екеуі дос болып сол жаққа кірді ғой деймін. Арсютин Николай, мысалы, енді Екібастұз инженерлік техникалық институты, Баққожаев Анас мырза, инженер-механик, мысалы. Ауыл шаруашылығы мамандықтарға. Бірақ енді Баққожаев Анастың жұмысына қарасақ, енді көмесе. Дайрабаев Жигули агроном, сіз агроном, Зинули Аян Құтану, Саурық Ферболат қазақ тілі мен әдебиет маманы, Серіков Таңсәуле автоматты электр байланыс маманы. Осы үшеуі ғана үш адам ауыл шаруашылығы мамандығына жалпы. Енді түсіндім негізгі ойыңызды. Яғни бүкіл ауылдағы әлеуметтік мәселелер, басқа да мәселелерді көтеру үшін деп отырсыз ғой, иә? Біздер 38 бағдарламаларыңызда қаншалықты қамтылған? 38% ауылда тұрады деп отырмыз ғой. 8 миллионға жуық адамымыз ауылда тұрады. Олардың бәрі тек қана ауыл шаруашылық, ауыл саласында жұмыс істеп жүрген жоқ қой. Яғни партияның мақсаты сонда ауылда тұратын азаматтардың әл-ауқатын көтеруге ықпалдасу ғой. Сөйтуге де болады. Бірақ сіздерде жазылған партияның мақсаты ол барлық қазақстандықтардың өмір сүру деңгейі жоғары, тәуелсіз, мықты және өсіп өрген деген Қазақстанды құру дедіңіздер, иә? Бұл мақсатқа жету үшін қандай жоспарларыңыз бар? Нақты бір жоспарларыңыз бар ма партияның?
Енді мақсаттар әрине бар, ол негізгі мақсат қой, әрбір саяси. Жоқ, осы мақсат енді партияның мақсаты деп сайтта көрсетілген екен. Иә. Жоспарды айтамын. Қандай жоспарларыңыз бар? Біздер саяси күш ретінде парламентқа өткесін, енді өзіңіз білесіз, негізгі парламенттің негізгі мақсаты да, жұмысы да тиісті қоғамға керек, қоғамдың дамуына байланысты тиісті заңдарды қабылдау. Мысалы, қазір біздерде 8 депутатпыз ғой, парламенттен 7 комитет бар. Біздің бүткіл 7 комитетте біздің өкілдеріміз бар. Яғни айтқанда біздің партияның өкілдер 7 комитеттің бәрінде де белсенді жұмыс істеп жүр. Қазіргі таңның өзінде 68-нен 70-ке жуық заң қаралып жатса, бүткіл сол заңдарда біздің партияның үлесі бар деп біздің толық айтуға мүмкіндігіміз бар. Сол емес па енді жүзеге асырылатын мақсат? Қай арқылы? Қоғам не арқылы дамиды? Заң, оны қатаң сақтау, қатаң тағалау, жүзеге асыру басқаша қалай? Біраз уақыт бұрын сіздің әріптесіңіз Елнұр Бейсенбаев дәл осы жерде сұхбат алған кезде кез келген партияның немесе оппозициялық партияның кез келген мақсаты бұл билікке жету деп келтірді да. Ол классикалық теория. Классикалық теориялық тұрғыдан. Әрбір партия билікке келу үшін тіркеледі және жұмыс істейді. Енді сіздер біз мәжілісті билік деп қабылдайтын болсақ, және парламенттің қазіргі таңда ықпалы артып жатқан кезде, мынау конституциялық реформа, басқа да референдумдар, басқа да өзгерістер кезінде сәйкесінше партияда нақты бір мақсатқа жету үшін жоспарлар болу керек сияқты. Енді ол түсінікті. Мәжілістің функциясы сіз айтып отырған жаңағы заң шығару, заң қабылдау, жаңағы сұраныс хаттар жіберу, сұрақтар қою. Ол мәжілістің күнделікті жұмысына кіреді. Мен партиялық тұрғыдан айтып отырмын. Мақсаттарыңыздың нақты жоспарлар ма қызық болып отыр? Жақсы, оны да сізге түсіндіріп айтып берейін. Біздер мына парламентқа өткесін ол жаңа мүмкіндік. Әрбір партияға, дұрыс қой. Біздерде ондай мүмкіндік 20 жылдан астам қол жеткізіп отырмыз. Ол жаңа мүмкіндікті біздер қалай пайдалануымыз керек? Біздер қазір сайлаушыларға 12 миллионнан астам сайлаушыларымыз бар ғой. Соларға біздер парламенттағы өзіміздің біріншіден депутаттарымыздың, фракциямыздың белсенді жұмысын көрсетуіміз керек. Ол 8 депутат, ол фракция өзімен өзі белсенді жұмыс істей алмайды. Ол әрбір фракцияның артында партия тұру керек. Ол бүткіл партияларға таң. Біздер оны күнделікті біздің 20 өңірдегі біздің филиалдарымыз бар. Біздер күнделікті олармен байланыстамыз. Қай өңірде қандай күрделі мәселелер көтеріліп жатыр. Оны сараптаймыз, оны қараймыз. Ол ұлттық деңгейінде ме, әлде сол өңір деңгейінде ме? Соны қарап, қажет болғанда да осы парламент қабырғасында көтереміз. Ол заң бола ма, ол депутаттық салу бола ма? Ауылың түбі мақсаты ертең келесі сайлау келгенде, сайлаушы жаңағы учаске келгенде есінде қалу керек. Осы өткен, енді 5 жыл деп айтайық, 5 жыл жұмыс істейміз деп үміттеніп отырмыз ғой бәрінде, жаңа соған тырысамыз. Ең белсенді кім болды? Осы мына партияның, ауыл партиясының депутаттары біздің мүдделерімізді, ойымыздан шыққан сөздерімізді, ойымыздан шыққан іс-әрекеттерді істеген екен деп біздер енді қазір 8 мандат болса, оны біздер енді мен эфирде де айта қояйын, амбиция болу керек қой. Кем дегенде 2 есе арту. Біздің 16? Кем дегенде 16 мандат алу. Реалист болу керек, дегенмен ол кем дегенде. Одан көп болса да оған да тырысамыз. Ауыл партиясының қашаннан бері мүшесісіз? Мен ауыл партиясының 3 жылдан бері мүшесімін. Яғни сайлаудың алдында сол 2-3 жыл бұрын, бірден? Иә. 2 жыл бұрын. Оған дейін мүшесі болмадыңыз? Оғанға дейін мүшесі болған жоқпын. Бірақ та ол партияның мүшесі болмасам да өзім қызығушылық білдіріп, ол маған біріншіден өзімнің мамандығыма, өзімнің бастаған өмірлік тәжірибеме байланысты. Өзім енді туып өскен жерім ауыл болғасын. Қай партияда болдыңыз оған дейін? Енді алдында Отан партиясында болдық. Аманат партиясында? Сосын Аманат партиясында болған жоқпын. Нұр Отанда болдыңыз? Нұр Отанда болдық, иә. Басқа енді оны мен құпия қылмаймын. Нұр Отан партиясынан бір субъективті бір адамдарға байланысты. Олардың аттарын да атамай қояйын, оларға реклама істемеу үшін. Адамдардың бір сол партияның басшылығында жүрген адамдардың саясаттарымен келіспей, мен ол партиядан өзім басым тарттым. Адамдарға ма, жоқ әлде партияға келіспейсіз? Адамдарға. Басшылықтағы жүрген. Қазір ол партияны қолдайсыз ба?
ол партия біздерге енді қазір парламент әріптес, бірақ та саяси жүйеде олар біздерге қарсылас. Жалпы бағдарламасын, бағытын қолдаймын дегенім, енді шын айтса қазір енді алты партиялардың бәрін қарасақ, ел үшін, ел үшін, ел үшін деп бәрі солай жазады ғой. Енді қалай келіспейсің? Бәрі ел үшін. Бірақ та қағаз бәрін көтереді. Ал іс жүзінде кім қалай соны жүзеге асырып жатыр? Іс жүзінде аз ба ел үшін дейтіндер? Яғни сөзіне сәйкестер іс жүзінде аз ба партиялар? Жоқ, оны мәжілістегі әріптестеріңізді қараған кезде. Біздер біріншіден мына 8-ші шағын жұмысымызды жаңа бастап жатырмыз. Жаңа бағдарламамен келдік. Жаңа саяси жүйеде сайландық. Бәрімізде жаңа заңмен сайландық қой. Енді қазір уақыт аз өтті, көрейік. Бәрінің де бағдарламалары жақсы, парламенттағы партия. Іс жүзінде қалай асырылады? Ертең соны біріншіден халық пен сайлаушылар баға береді. Жалпы бір-біріміздің бағдарламамызға қарасақ, бәріміздің бағытымыз бір. Осы Қазақстан бойынша, яғни мына 8 депутаттың көбісі, басым көпшілігі сол партияға жаңадан келіп қосылғандар ғой деймін. Мысалы, Қарақат Әбден, Саурық Ферболат мысалы. Жоқ, Саурық Ферболат жөнінде айтайын. Ол Жамбыл жаңағы өңірінің партия филиалын 7-8 жылдан бері басшысы болып келген адамымыз. Ол партияға өте еңбегі сіңген адам. Түсінікті. Ал Қарақат Әбден жөнінде айтып кетейін. Эфирде көтеріп отырсыз ғой. Көрермендерге мысалы қызық болып отырғандар. Осындай өткір сұрақтарды қойып отыр. Өткір емес қой. Секең нағылдер екен деп. Білмеймін, көрермендер әрбір партияның сайлау алды кезінде өзінің бір стратегия мен тактикасы болады. Қарақат Әбден сол бір стратегияның несі? Сөйтіп кетіп отыр. Ол Қарақат Әбден өзін жаңағы, соның ішіне Жигули Молдақалықұлы да бірге президенттік додаға түсіп, олар халықтың арасында танымал болды. Және де жақсы дауыс жинады екеуі де, сол додада. Сондықтан әрбір партия, мысалы, Аманаттың де өзін алыңыз. Сайлауға түскен кезінде тізімдерін қараңызшы. Атақты спортсмендер, атақты жаңағы артистер, атақты жаңағы халық білетін адамдарды әрбір партия өзінің қатарына тартады, оны халықты мысалы таныстыру үшін. Біздерде жаңағыдай парламентқа жаңадан келген партия, біздерде осындай дегенмен ол тек қана Қарақат, оны халық танып қалған екен, соның үшін алып жатқан шемен бізде жоқ. Біздерде Жаңа сіз сөйтіп айттыңыз. Жаңа сіз солай деп айттыңыз. Мен партияның тактикасын айттым. Мені сөзден ұстамаңыз. Партияның әрбір, ол тек қана ауылдың емес, әрбір партияның тактикасы бар. Мысалы, Димаш Құдайбергенді. Оны әрбір партия армандайды өзінің қатарына. Әлде Гена Головкинді. Оны Аманат кіргізіп алды. Кіргізіп алды. Неге? Кіргізіп алды ма? Аманаттан олар? Олар, мен жаңылыспасам, екеуі де Аманат тізімінде жүрді. Мысалы, Гена Головкин Аманаттың жаңағы брендімен бір-екі рет шықса, бүткіл фанаттар жаңа сайлауға келгенде, Гена сол партияның қатарында екен ғой деп тек қана соның үшін дауыс береді. Ол саяси технология. Дегенмен мына Қарақат қандай айтып жатыр? Бұндай технология дұрыс па сіздің ойыңызша, қалай ойлайсыз? Бұл жалпы сайлаушылардың сенімімен ойнау емес па? Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Мүмкін мәжілісте кәсіби мамандарды қалайтын шығар. Спортсмен, танымал адамдардан қараған кезде. Сіз қалай ойлайсыз? Себебі өзіңіз жаңа айттыңыз ғой, заң шығарушы мамандар керек, ол жерге мықты мамандар қажет деп та. Мәжіліс сол бір ән айтатын және спорт өнерін көрсететін жер емес қой. Келсем, осы жерде сізбен келсем. Менің де жеке пікірімде болсын, сізбен келсін. Ондай мына бір ойнау элементтері де енді бар деп айтуға болады. Көрсетеді. Мүмкін ол саяси технология, ол әрбір елдерде, ол тек қана біздің Қазақстанда емес, көп елдерде ол пайдаланатын технология. Біз енді қазір жаңа Қазақстан. Бірақ та парламентқа негізгі заң мамандары дегенмен Гілең ондай бағыт бойынша Гілең 98 мандаттың бәрін юристерге де алып беруге болады. Бірақ та өмірде істеген өмір тәжірибесі бар, жаңа өндірістік тәжірибесі бар. Мәселе юристер емес, мәселе кәсіби мамандар. Кәсіби мамандар. Сосын әрбір депутат, соның ішінде партия мүшесі өзінің сайлаушыларының мүдделерін келтіріп жеткізе беретін, және де оны заң формаларына келтіре алатындай тәжірибесі болу керек. Сондай тәжірибелі адамдар келу керек. Түсінікті. Серік мырза, сұхбатты бір, мысалы мен дауыс берушімін дейік, мысалы дауыс берушімін. Мен алдымда бір 7-8 партия тұр дейік. Маған партияңыздың идеясын сатыңызшы. Мысалы қалай, мысалы мен сізге мысалы не үшін дауыс беруім керек? Мен сізді үгіттеу жаңағы
тәсілін айтып берейін ба? Не қалай кетпейсіз? Мысалы мен не үшін ауыл партиясына дауыс бергім келеді? Мысалы қысқа айтатын болсақ, ауыл партиясына сіз неге дауыс бересіз? Біздің ұстап тұрған идеологиямыз Қазақстан аграрлық ел болды, аграрлық ел және аграрлық ел болып қала беру керек. Одан біздер ұялмауымыз керек. Міне біздер ауылдан ұялмауымыз керек. Біздер бәріміз ертең урбанистика деп үлкен қала саламыз, бәріміз осындай индустриалды мемлекет болып кетеміз. Болды ауыл, сонымен біздер тек қана сол бағытта кетеміз деп саясат дұрыс емес деп ойлаймын. Соның ішінде біздің Қазақстанға біздер қарапайым сөздеріміз бар ғой, қаймағы бұзылмаған ауыл деп. Біздер сол ауыл сақтап қалуымыз керек. Ол неге? Біздің 90% халқымыз сол ауылдан шыққан. Біздің ата-бабаларымыз, біздің салт дәстүріміз де ауылдан шыққан. Тарихқа да байланысты. Кеше президент өзінің мерекенің алдындағы жазған сөздерінде айтты ғой, біздерге бірінші заң мен тәртіп, екіншіден бізге салт дәстүріміз сақтап қалуымыз керек. Біздер тілімізді, дінімізді, салтымызды сақтамасақ, ол әрбір халыққа байланысты. Олда кім боламыз біздер? Сондықтан біздер мен енді басқа партияларына айтамын, олар бәрін қамтып кеткісі келеді. Үлкен партияны айтсақ та, орта партия айтсақ та, бәрін қамтып келеді. Біздер тек қана бір бағыт ұстап тұрмыз. Ол ауыл. Оны басын айтып кеткен, ол тек ауыл агроөнеркәсіп кешені емес. Ол ауыл әлеуметтік әлем ретінде қабылдаймыз. Соның ауылдың тұрғындарының мүдделерін қараңыз. Мысалы, маған сәл саталмаған сияқты, себебі неге? Мынадай ақпарат бар. 2020 жылы аманатқа қосып кеткен Адал партиясы ауыл партиясын сынаған болатын. Мүмкін есіңізде шығар. Ол кезде сіз мүшесі болдыңыз ба, болмадыңыз ба білмеймін. Ол кездегі сайлауда сіз болдыңыз ба? Адал партиясы құрылып сайлау болған кезде. Жоқ, ол кезде 20 жылы. Агроөнеркәсіптік кешенде тыңғылықты іс атқармаған, тіпті карантин кезінде фермерлер шығынға батқанда өз-өзін көрсете алмаған партия деп атар едік дейді. 21 жылдық тарихы бар ауыл партиясы ауыл шаруашылығымен жалпы ауылдың дамуы үшін қандай жұмыстар атқарды? Егер сіздердің мысалға бәсекелес сондай партиялар ашық түрде сынаған кезде бұл белгілі бір негізге сүйеніп сынап отыр ма? Сәйкесінше жаңа сіз айтасыз, себебі біз ауыл деп келтіріп отырсыз ғой мысалы. Бірақ сіздердің әріптестеріңіз осындай пікір білдірген. Бұған не айтасыз? Мен оны популистік пікір деп айта аламын. Ол сайлау алдында енді өзінің қарсыластарын әдемі болса да шымшып жаңағы... Бұл жерде Мақсат Толықбай, Дәулеттен, Олжас Ордабаев барлығы болды ғой сол партияда. Оны әдемі болса да шымшып, сыналап, дауыс тартып алу керек қой. Ол да жаңа саяси технология. Мүмкін ол адамдар, мен сенімдім, олар сезіп, олай шын олай ойлап тұрған жоқ. Оларға солай айту керек болды бұл кезде. Сондықтан олар солай айтты. Ол популистік моменттері бар деп айта аламын. Егер солай болса, Серік мырза, неге мақсаттарыңызға ауылдың жағдайын, 46% халық тұрғындар тұратын ауылдың жағдайын 38%, тазайып бара жатыр мысалға. Ауылдың жағдайын жасаймыз деп емес, жалпы Қазақстан жағдайын жасаймыз деп неге мақсаттарыңызға олай жазыңыздар? Мен жаңа айтып отырмын ғой. Біздер ауылдан шыққан адамдар, осы қаладағы тең жартысы тұрғындар сол ауылдан, өздері болмаса да ата-бабалар, әке-шешесі ауылдан шыққан. Біздер былай басында сараптама дедіңіз ғой, қызыққарса біздерге берген дауыстар тепе-тең болып келеді. Мына біздер 700 мыңнан астам дауыс алдық қой. Соның енді жартысына жуық қаладағы адамдар бізге дауыс берді. Мақсатты аудиториямен жұмыс жасамаған болып тұрсыз? Тазалай ауыл емес, Мақсатты аудиториямен жұмыс жасамаған болып тұр ғой сәйкесінше. Жоқ, мақсатты аудиториямен біздер негізінен ауылға шығып, ауыл арасында істедік қой. Ол жаңа қаланың ішіндерде біз жұмыс атқардық. Ал бірақ та әбден сайлау өткеннен кейін біздер қарап, кім дауыс біздерге берген? Соның дауыс берген сайлаушылардың жартысына жуығы қаладағы сайлаушылар біздерге дауыс берді. Олар яғни біздің бағдарламамызбен қолдап келісіп тұрған адамдар болу керек. Мен айтатыным сол, біздер ауылда айтсақ та, біздер оның артында жалпы Қазақстанның бәрін айтып тұрмыз. Біздер тек қана ауылдағы адамдар жақсы өмір сүру керек, қалғандар жақсы өмір сүруді басқа партиялар қарасын деп отқан шемеміз де жоқ. Біздер одан керісінше қазір
ауылда тұратын адамдардың үнін де мүддесін де қорғайтын жаңа олардың жағдайларын қаншалықты қорғап жатырсыздар? Қаншалықты ауылдағы адамдардың үнін қорғап жатырсыздар? Қаншалықты ауылдағы адамдардың үні мәжілісте естіледі? Жақсы естіліп тұр деп айта аламын. Мысалы, қазір енді өзіңіз бе, біздің бүткіл пленарлық отырыстарымызда, жалпы үлкен жиналыстарымызда тікелей эфирде өтеді. Тікелей эфирде өтеді. Одан кейін біздерге көптеген байланысқа фермерлер шығады. Одан басқа былайда қабылдауға келеді. Халық қазір біздің соның ішінде фракциямыздың депутаттарының қандай жұмыс атқарып, қандай олардың мүдделерін қорғап, ризашылығын да білдіріп жатқан көп халық бар деп айта аламыз. Окей. Ауылда келейік, ауылға. Нақты мысалға бағдарламаларыңызда қандай уәде бердіңіздер ауылдың мәселесін шешетін? Бір 3 мәселені айта аласыз ба? Айта аламын. Айта аламын. Аха. Біздер нақты бағдарламамызда бірінші былай. Өзіңіз жаңа атап кетіп отырсыз ғой. Ауыл өнеркәсіп кешеніне қандай тікелей байланысы бар депутаттарыңыз бар деп. Енді бәрінде депутаттарымыздың қатысы да бар, білімі де бар. Біздер сайлауалды бағдарламамен жүргенде қатысы бар. Мен тек қана диплом емес, жалпы өмірдегі ұстанымын, тәжірибесін айтып отырмын. Біздер сайлауалды бағдарламасымен шыққанда, біздер біріншіден бүткіл 20 өңірлердің бәрін аралап шықтық. Ол да бір айтып кететін жайт, алдындағы сайлауларда ондай көрсеткіш болған жоқ. Біріншісі ауыл өнеркәсібі дедіңіз, иә? Иә, ауыл өнеркәсібіне шыққанда біз айтты. Біздерге енді қазір былай көпшілік жұмыс орындар ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындар жұмыс орын береді. Енді бюджеттік бағытын айтпағанда. Олар келді де біздерге былай айтты. Сіз ертең парламентқа өтіп жатсаңыз, біздің қазір әбден мазамызды алып болған 5-6 жерден мемлекеттік қолдау ақшаларын 5-6 жерден береді біздерге дейді. Казагрофинанс дейді, аграрлық кредиттік корпорация, СПК-лар бар. Және де бәрі құлаш-құлаш қағаз толтырды. Сендер ең болмаса бір жерге жинап беріңізші біздерге соны дейді. Соны осы партия шешіп берді? Агробанк. Біздер бағдарламамызда жаздық. Үкіметке талап қойып жатырмыз деп сауал жасадық. Күні кешағына үлкен жиналыс өтті. Біздер талап та қойып жатырмыз. Оған кәр үкімет те, ұлттық банк те қазіргі таңда әлі қарсылық білдіріп отыр. Бірақ та біздер қоймай тұрмыз. Уәде бердіңіздер. Сайлауалды бағдарламаларыңызда 100% мемлекеттік жарғылық капиталмен агробанк құруға уәде береміз деп жаздыңыз. Иә. Сонымен біздер кәр өте белсенді айналысып жатырмыз. Біздер айттық, заң қабылдатқызамыз дедік. Біздер біріншіден заң қабылдатқызамыз дедік. Біздер заң жобасын дайындап қойдық. Ол да жұмыс, заңды айтып қойдық. Және де ол заң жобасын дайындағанмен оны қабылдап өзінің тәсілдері бар ғой. Үкіметке шықтық. Мен сізге тек қана бір жайтын айтып кетейін. Ол мәселе көтерілгенмен ол тек қана біздің бағдарламамызда бар. Біздің бағдарламамызда бар. Басқа партияларда ол жоқ. Басқа партиялар оған көп қызығушылық білдірген жоқ. Ал соңғы біздер премьерге деп сауал жарадық, хат жаздық, олар әртүрлі себеппен бізге қажет жоқ, ол жаңағы болмайтын зат деп осындай жауаптар келгенмен біздер бұл жерде екінші деңгейлі банктер ма қарсы болып отырған негізі? Біздер солардың ықпалы деп түсініп отырмыз. Үкімет сонда екінші деңгейлі банкті қолдайды ма? Жоқ, үкімет жалпы банк жүйесін қолдайды ғой енді ол. Иә, ол жаңағы агробанктың проценті төмен болады, иә? Проценті төмен болады, иә, агробанктың? Иә. Ол жаңағы құжат бойынша ыңғайлы болады. Екінші деңгейдегі 20-22 кепілдеме бойынша ыңғайлы болады. Мен сізге бір айтып кетейін дегенім, біздер 2-3 күн турысында үлкен жиналыс болды. Бүткіл партияның өкілдері болды парламенттағы. Барлығы қолдап отыр. Бәрі қолдады. Және де кім қолдамай отыр? Бәрі қолдады. Жоқ, үкіметтен кім қолдамай отыр? Біздерге премьердің қолымен хат келіп тұр да, қолдамаймыз деп. Сосын біздер өзіміздің, енді ол қолымызда біздер үлкен хат дайындадық. Өзіміз дәлелдеріміз жаздық. 98 депутаттың 73 депутат қол қойды. Ол санында емес әңгіме. Оны 98-ге де апарып. Яғни сіздердің бастамаларыңыз. Біздің бастама. Ол ауыл партиясының бастамасы. Бүткіл парламенттағы партиялардың өкілдері, фракциялар бәрі қол қойды. Және де сенат депутаттарының 50%-дан астам депутаттар қол қойып берді. Түсінікті, супер. Ол біздің үлкен бір жетістігіміз. Әлі жетістік деп айта алмаймыз? Жоқ, жеңіс деп айтпаймыз. Жетістік деп. Иә. Алдында оны тек қана құрылған кезде ғана. Иә, оны тек қана біздің партия айтып жүрген мәселе болды. Басқалар қолдап жүрген жоқ. Қазір бір таңғарлықтай ауызбіршілік болды деп әріптестеріміз айтып жатыр. Басқа бір ауыздан қолдады да, бәрі қол қойды да, қазір біздер жауабын алған жоқпыз. Екінші, жаңағы азық-түлік қауіпсіздігі жөнінде заң.
Ондай заң жоқ, ол көп елдерде бар. Біздер заң жоқ бізде. Заң жоқ. Біздің қазір мына біздерге жан жақтан көптеген азық түліктер келіп жатыр. Түсіндім. Біздер заңын қысқаша айтатын болсақ, мен уақыттың тығыздығында түсініп отырмын. Заң жобасын дайындап, біздер тиісті сараптамаларын өткізіп, біздер қазір онда жұмысқа алуға дайындалып. Үшінші, біздер сайлау жаңағы науқандар шыққанда көптеген ауылдың ішіне мына жайылым туралы үлкен заң болған 16 жыл қабылданған 16 жыл. Ол жұмыс істемей тұр, соны қайтадан қараңызшы, жаңадан соны қайтып жаңа заң қабылдаңызшы деді. Бұл негізгі үшеу. Иә. Енді үшеуін сұрадыңыз, үшеуін айттым. Бұл негізгі, ірілері, себебі үшеу деген соң негізгі мықты уәделеріңізді айттыңыздар ғой. Супер уәделер. Төртіншісін айта аламын. Айтыңыз, соңғысы болсын. Біздер бағдарламамызда анық көріп отырсыз, біздер мына агроөнеркәсіп кешеніндегі жұмыспен айналысатын кәсіпорындарды жалпы әлеуметтік салықтардан басқа бүткіл салықтардан босатуды ұсыныс істедік. Түсінікті. Оны да біздер дәлелдеп, үкімет қарауына тиісті өзіміздің сұрау қағаздарын жібердік. Түсінікті. Қараңыз. Жаңа сіз Серік мырза сұхбаттың басында айтып кеттіңіз, ауыл партиясы бұл тек ауыл шаруашылығына қатысты зат емес қой дедіңіз да? Бұл жалпы ауыл. Бірақ негізгі уәделеріңіздің 4 уәдені айтқан кезде барлық ауыл шаруашылығына қатысты. Барлық ауыл шаруашылығына қатысты. Агробанктың 4 уәде. 4 уәде. Сондықтан сәл осы жерде бір балансты қарап алу керек сияқты. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін барлық салықтар толығымен алып тастау дегеніміз бюджетке 100 миллиардқа, жаңа өзіңіз 4-шісін айттыңыз ғой. 100 миллиардқа жуық қаржы түспейді дегенді білдіреді. Бұл біздің есебіміз бойынша. Бұл ұсыныс қазіргі уақытта орынды деп есептейсіз ба? Яғни біз мемлекет қазір салықты арттырғысы келіп жатыр, қарасақ, яғни министрлік, мысалы ұлттық экономика министрлігі, жаңа 14%, 16%-ке, тағы да басқа өзгерістер деген сияқты ұсыныстар болып жатыр. Бұл белгілі бір мерзімге бағытталған шара ма, белгілі бір уақытқа, мысалға, осынша уақытқа мораторий жариялайық деген сияқты. Жоқ әлде мүлдем алып тастау дегенді көрсетіп тұрсыздар ма? Осы бірінші соны көріп отырмыз. Бір белгілі мерзім. Онда неге жазбадыңыздар, мысалы, белгілі мерзім деп? Жоқ, оны енді ол түттіктердің біздер жалпы осындай мәселені көтереміз. Халық ойлайды ғой, мысалы, мүлдем алып тастау екен деп ойлайды. Жоқ, ол мүлдем алып тастағанда дұрыс болмайды. Жаңа өзіңіз айтып жатсыңдар. Жалпы мына бюджеттен біздерге мысалы әлеуметтік, зейнет жаңағы төлемдері болсын, басқа әлеуметтік төлемдер болсын, олар енді бюджет салысынан келеді ғой. Ол жаңа қабырғасын көтермейтін мөлшер болса да, қазіргі 100 миллиардқа жетпейтін салық төлейді. Оның төлеген сомасынан гөрі оның соны қағазы көбірек болып тұр да қазір жазатын. Бізде тек қана сот тұрғыдан. Сосын аяқтанып алған, ол 5 жыл бола ма, ол 10 жыл бола ма. Оны қазір біздер үкіметпен бір келісімге келгеннен кейін оны отырып, банк сияқты да осы мәселені сияқты қарап отырамыз. Оның есептері болады, оның тиісті тәсілдері болады. Ол 5 жыл ма, 10 жыл ма, соны сол кезде саяси шешім қабылдап жатқан жерде сол кезде белгілейміз. Енді Агробанк. Мемлекеттік жарғылық капиталдан дедіңіз, 100%. Пайыздық мөлшерлемені мемлекеттік реттей отырып, заңнамалық негізде міндеттемелер белгілеуге дедіңіз. Біз білеміз, пайыздық мөлшерлеме ұлттық банктың, сәйкесінше бұл ұлттық банктан алады ғой қаражатты, енді басқа даладан алмайды. 16%. Сіздер қанша процент қаласыздар сонда? Айырмашылығы не оның екінші деңгейлі банктен? Себебі екінші деңгейлі банк олар 25 сондай проценттен басталады мысалы. Біздің енді оған қазір бізге қарсыластар емес, келіспей жүрген экономисттер, ол экономикалық заңдарға жатпайды деу мүмкін, бірақ та біздерде бір жақсы не бар. Қанша процент болуы мүмкін? Біздер 2,5-3% аспау керек деп тұрмыз. Окей. Қалған процентті кім төлейді? Мемлекет өз жауап бере ма? 15-16% деген бар ғой. Қаншалықты мысалы дүниежүзілік сауда ұйымы бұған қандай көзқарасын білдіреді мысалға? Дүниежүзілік банк, халықаралық қор, валюталық қорлар бұған қатысты пікірлері қандай мысалы? Қаншалықты үкіметтің қол аяғы байлаулы сияқты көрінеді? Айтып берейін мен сізге. Біздер осы мәселені көтеруге дайындалып жүргенде арнайы біздің сыртқы істер министрлігіне хат жолдадық. Енді инвестиция жөніндегі комитет қазір сол министрлікке қарайды ғой. Көрші елдердегі сол осындай Агробанк жұмыс
тәжірибесін, жұмысын біздерге көмектесіп, мәліметтерін алып беруді сұрадық. Ресейде Россельхозбанк бар, Беларусияда, Өзбекстанда, Қырғызстанда. Оларда да проценттер дәл солай ма? Оларда дәл солай емес, дегенмен біздікінде 22-25 емес. Әртүрлі бәрінде де. Ол елдің экономикасының қуаттылығына байланысты ғой. Бірақ та олар осындай өздерінің елдегі екінші деңгейдегі банкіден әлдеқайда төмен ұстап тұр. Қараңыз, Серік мырза, мен жаңа латифундистер деп айтып қалдым. Неге ол сөзді айттым? Себебі жер кодексін қайта қарауға қол жеткізуге уәде бергенсіздер. Ауыл шаруашылығы жерлерін латифундистер емес, халықтың пайдасына әділ қайта бөлу мақсатымыз дедіңіздер. Осы бойынша мысалы нақты нәтиже бар ма? Себебі іс жүзінде бірақ мысалы солай десеңіздер де қарасақ, іс жүзінде әзірге барлық қоғамдық немесе маусымдық жайылым деп есептелетін сөздердің түсіндірмесімен ауыл шаруашылығы жерлерінің айналасын траншея салуға тиым салу ұсынысымен ғана аяқталды. Байқасақ, дәл осы латифундистерді жалпы осылармен күресті, қателеспесем, Аманат партиясы іске асырып бастаған сияқты да, сіздерге қараған кезде. Ауылдықтар жалпы енді көбінесе осы ашығын айту керек, егер ауылдың мәселесі деп алып қарайтын болсақ, ауылдың азаматтары көбінесе осы латифундистерден қорғылық көріп отырған түсінікті. Сіздерде мінез көрсетуге батыл жетпеді деп айтады кейбір сарапшылар. Естіген жоқ. Енді біздің естуіміз. Сіздің есту. Нақты айтсаңыз жақсы болатын еді. Өз сарапшылармен біздер байланысқа шығып. Олай емес па? Олай емес. Батылдық жетіп тұр. Мен кәрсе дәлелдеп айтып берем. Біріншіден мен сізге, біздер қазір енді көрермен көреді ғой біздер. Иә. Былай айтайық, латифундистер деп енді біздер ұғым пайдаламыз. Оларда қазір ұстап тұрған заңын, олар заң негізінде алған. Біздер ел, мемлекет боламыз десек, міне заңмен істелінді ме? Оны кезіндегідей раскулачивание, әлде басқа жаңағы национализация ретінде ол жолмен біздер жүрмеуіміз керек. Ол кезінде қанша гектар алса да, ол сол кездегі заң талабымен алған ол жерлерді. Әрине, уақыт өтті, 30 жыл өтті мәміні, қанша жыл өтсе де біздер байқап отырмыз. Ол кезіндегі шешімдер, кезіндегі заңдар мүмкін дұрыс болмаған болар. Бүгін біздер талқыладық осы мәселені. Келіп, енді латифундистер емес, ірі кәсіпорындар қазір келіп осыған байланысты жиналысқа қатысты. Айтты, кезінде осыдан бір 15-20 жыл бұрын дейді. Біздерді әкімшілікке шақырып алып, ана жерді ал деп мәжбүрледі біздерді дейді. Алсаң да аласың, алмасаң да аласың, анау жер далада жатпау керек, ақшаңды сал, техникаңды ал, соны игер деп. Алдық дейді. 15-20 жыл өтті. Өткендегі енді жер комиссиясының жұмысынан кейін кәрі өзіңіз үкімет оған бір қаулы қабылдап, қазір жер көлемін бір белгілі мөлшер ретінде шектеп жатыр. Кәрі соған бір қайшылық болып жатыр да, олар сондай мәселені көтеріп жатыр. Біздер кезінде алдық дейді, алғызды. Ал қазір келді біздерге бөлініңдер, жаңа 20 000 гектардан көп болмау керек, әлде басқа көлемде көп болмау керек. Ал менің уже қалыптасып қалған техникам бар, жұмыс істеп тұрған ұжымдарым бар. Мен не істеймін деп, олар біздерде халыққа жау емеспіз ғой дейді. Біздерде жұмыс істеткізіп отырмыз. Ондай да позиция бар. Міне. Сондықтан біздер екі жақта қарауымыз керек. Баяғыдай тек қана мынау жау, мынанікі дұрыс деп, мынау ақ, мынау қара деп бөліп тастағанда дұрыс болмас. Ал нақты айтатын болсақ, не бітірдіңіз деп жатсыз ғой. Мен жайылым туралы жөнінде заңды айтып отырмын. Біздер қазір бәрін біріншіден заң жолымен істеу керек. Сондықтан да дейді. Қазір біздер сол заңда тек қана бір статьясымен біздер қазір жайылымға нагрузка нормасы бар, нормативі бар. Біздер оны 20%-дан 50%-ға дейін көтереміз. Ол не айтқан? Мысалы, қазір 1000 гектар жерде, 1000 гектар жер ұстап тұрған шаруа қожалығы болса, ол нормадан, мысалы, 150 бас ірі қараны бағу керек болса, ол қазір 20% қанша болады? Ол 35 бас бақса, ол жерді ұстап отыруға қақысы бар. Біздер 50%-ға дейін көтереміз, ол 75 бас. Оның аясында біз есептеп шығардық. Біздер емес мамандар. 20 миллион жер гектар қайтарылады үкімет. Ана сіз Аманат партиясы айтып отырсыз ғой, 2 жылдан бері 9-10 миллионға жеткіздік, жаңа қайтарылған жер деп жатыр ғой. Біздер қана тек бір заңның күшіне енгеннен кейін тек қана бір статьясымен 20 миллион жер гектар заң түрінде
жаңа үкімет қарауына қайтарылады. Ол жұмыс емес па? Яғни аманаттікі сәл популизм ба, заңсыз істеп жатыр Жоқ, ма? аманаттікі популизм деп айтпаймын. Ол үлкен жұмыс. Ол бүткіл өңірлерде көптеген комиссиялар, тек қана облыс деңгейінде емес. Мен бір сұрақ қоя кетейін осы жерде. Түсіндім. Олар кезінде оны түсіндім. Жаңа өзіне... сіз былай келтіре қалдыңыз да, аманат мысалы 2 жыл бойы 7-8 миллион гектарды қайтарса, біз бір заңмен 20 миллионды қайтарамыз деп, Ол заңды да аманат партиясы ма? Жоқ, оны аграрлық... Жоқ, бастамашыл ауыл партиясы да болып жатыр. Ол заңды біріншіден бүткіл парламент қабылдайды. Оның басым көпшілігі аманат. Біздер ғой тек 8 мандатпен 2-ші орында. Біздерде жазып партия бар. Сондықтан ол заң қабылдаған ол аманаттың да қабылдаған заңы болады. Мен айтып жатқан жұмыстың тиімділігін, мен партияның ана жұмысы, мына партияның мына жұмысы деп жатқаным жоқ. Жұмыстың тиімділігін айтып отырмын. Дұрыс заң қабылданған кезде тиімділігі осындай болады. Енді жаңағы сарапшылар былай да келтіреді, партия, сондықтан да олар дейді да, мінез көрсетуге батыл жетпеді деген кезде басты назарды жалға берілген полигондарды елге қайтару қажет деген ұсыныс айтып, латифундистер тақырыбын ауыстырып жіберді дейді. Яғни бұл оймен келіспейсіз? Келіспеймін. Ол біріншіден ол менің деп сауалым болды. Мен партияға жаңа парламентқа депутат болып келген ең бірінші деп сауалым сол полигондар жөнінде болды. Республика партиясымен байланыстарыңыз қалай? Жақсы. Оның жетекшісі біздің әріптесіміз Айдарбек Асанұлы, біздің комитеттің мүшесі. Мен комитеттің бізде қарым-қатынасымыз өте жақсы. Болашақта қосылу жоспарларыңызда бар ма? Жоқ, ондай. Ұқсас қой бағыттарыңыз. Мен бетейін қазір. Біздер енді науқан өтті ғой. Қазір біздер бәріміз керемет жолдас әріптеспіз. Бірақ та түсінеміз, ертең келесі сайлау келгенде біздер әрине қайтадан жаңа қарсылас боламыз. Бірақ та ол әдепті түрде қарсылас болу керек. Бізде жалпы сайлаудың алдында партиялардың қосылуы, күш біріктіруі бұл заңды құбылыс қой. Неге заңды? Ол болады деп айтуға болады. Бірақ та қазір ондай әңгіме. Бірақ ондай жоспар жоқ, иә? Ондай жоспар да жоқ, әңгіме де жоқ. Әрбір партияның өзінің орны бар. Қосылмауларыңыз да мүмкін. Сіз мен сөзден ұстамайсыз. Әңгіме жоқ деді. Жоспар емес, жоспар, әңгіме де жоқ. Әрбір партия өзінің орны бар, өзінің саясаты бар, өзінің ұстап тұрған мақсаттары бар, өзінің сайлаушылары бар. Қазіргі қалыптасқан мәжіліс бір өте жақсы әдем қалыптасты деп айтуға болады. Мына саяси тұрғыдан. Қосылмайсыздар. Мұны қайта біздер біреуді қосып алмасақ өзімізге. Сіздер ешкімге қосылмайсыздар. Біз ешкімге қосылмаймыз. Түсінікті. Рахмет. Соңғы бір екі сұрақ қалды. Қосып алуға біздер дайынбыз. Кім бар қазір қосыламыз деп жатқан сіздерге? Енді уақыт көрсетеді ғой. Сіздерде өзі депутаттардың ішінде ерекше депутаттар бар? Сіздердің мандатта иеленген. 98-дің бәрі ерекше депутат деп айтуға болады. Соның ішінде мысалы фронтмен деп айтуға болады Жигули Дайрабаев мырза. Отбасы, жалпы Жигули Дайрабаевтың отбасы 2 рет сотталды. Ақпарат бойынша, біз білетін ақпарат бойынша. Отбасы мүшелері. Жалпы осындай ситуациялар партияның болашағына нұқсан келтіре ме? Себебі мәжілісте мандаттан бас тарту керек деді. Енді оның барлығын сіз анализ жасап көрдіңіз деп ойлаймын өзі басым. Сәйкесінше енді халықтың, бөле ауылдың адамдары мысалы дауыс беріп жатқаннан кейін қаншалықты бұл партияның репутациясына әсер етуі мүмкін? Менің жеке пікірімше, ол кәдімгі былай түбегейлі әсер етпейді деп ойлаймын. Ол біріншіден Жигули Молдақалықтың өзінің жекесі емес. Әрбір жаңағы азаматтың басына келіп қалатындай мүмкін жағдай ол. Ол өзінің ұлдары, олар бөлек тұрады. Олар егерде соттың шешім болғанда да, олардың зардабын өздері шегеді. Ал Жигули Молдақалықтың жеке басымен жаңа оған күнә тағып жатқан ешкім жоқ қой. Сенің балаң мынандай, сенің қызың мынандай деп жаңа айтасыз, партияның мандатын тапсыру, депутаттық мандат, ол жеке бір адамдардың пікірі. Көп рахмет сізге. Уәделеріңізде тұрасыздар деген сенім. Тұрамыз. Сәттілік тілейміз. Уәдемізге тұрамыз. Сізге рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біз ауыл партиясының жасап жатқан жұмыстары мен халыққа берген уәделерінің орындау барысына байланысты сұрақтарға жауап алдық. Уәделерді алдық. Уәде де берді партия халықтың алдында. Бірақ ең жақсы бір сөз бар, ең жақсы уәде ол орындалған уәде. Келесі эфирде жүздескенше.